Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, видеоларыма лайк басып, достарыңызбен және де әлеуметтік желіде бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздерге осындай бір компоттың рецептісін ұсынғым келеді. Ол үшін осылай бір қызылша керек болады. Шикі күйінде осылай видеода көрсетілгендей қылып ірілеу қылып турай бересіздер. Бұл компот тұрақты пайдалану арқылы сіз гемоглобиніңізді көтере аласыз. Адамға энергия береді. Тұрақты ішіп жүргенсеңіз балаларыңызға да бәріне де барады. Сондай-ақ көк алма. Міндетті түрде тек қана көк алма алу керек. Сіздер үлкен кісілерге де, балаларға да, жүкті әйелдерге де бәріне де ішуге болатын компот. Қазір гемоглобин төмен кездерде мен өзіме үнемі пайдаланып жүрмін. Енді осының үстіне осылай жуылған, кептірілген жүзімді, яғни изюмді салып, және де набат осылай 3 түйірін салдым. Енді осының үстіне 5 литр кәдімгі суды құйып, отта қайнататын боламын. Бірінші қайнаған уақытынан бастап 20 минут кәдімгі бетін жауып қойып 20 минут осылай бүлкілдетіп қайнатасыздар. Қайнаған уақытынан бастап қана санайсыздар. Осылай қайнағаннан кейін міне компотымыз дайын болды. Менің компотым қазір ыссы, салқын күйінде мен үнемі құйып қойып, графинге құйып қойып, балаларым іше береді, столдың үстіне қойып қоямын. Өте керемет. Гемоглобин тұрақты ішіп жүрсеңіз, гемоглобиніңізді көтереді. Өте пайдалы компот. Жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.